Самұрық спартакиадасы асыға күтілетін оқиға. Бұл бренд. 3 күн бойы портфельдік компаниялардың қызметкерлері нағыз кәсіби спортшыларға айналды. Бұл жай ғана әдемі сөздер емес. Жыл сайын біріншілікті ұйымдастыру деңгейі де, спортшылардың шеберлігі де артып келеді. Биылғы спартакиада 10-шы мәрте өткелі отырған мерейтойлық жарыс. Өткен жылы теміржолшылар абсолютті чемпион атанған еді. Биыл да команда өз жеңісінің кездейсоқ еместігін тағы да дәлелдеді. Бұл спартакиада менің көңілімнен шықты, өте қатты ұнады. Себебі біз өзіміздің ұжымдастарымызбен әртүрлі мамандық иелері болсақ та, бір команда болып, бір-біріміз үшін жанкүйер болып, бір ерекше сезім болды бізде. Бір-біріміз үшін алаңдадық, уайымдадық, бір-бірімізді қолдай білдік. Осы жылы 10-шы спартакиада өте тартымды ойындар болды. Орынға таластық, тырыстық, және де өзімізге лайықты орнымызды алдық деп ойлаймыз. Үш күн бойы трибунадағы КТЖ деген ұранмен спортшылар бар күшін салып, нәтижесінде жалпы командалық есепте бірінші орынды сенімді түрде иеленді. 28 медаль, 11 алтын, 8 күміс және 9 қола. Теміржолшылардың жеңісі бұл биік рухтың, үйлесімді еңбектің және спорттық бауырластықтың нәтижесі. Команда теміржол тек болаттан құйылған рельстер ғана емес, болаттай берік мінез екенін көрсетті.